Қазір Мессиге қолыңды соссаң болды, ірі дәу еркек қолыңды сермеп жібереді. Тіпті алаңға жүгіріп шығатындардың да мүмкіндігі қалмады. Себебі алаңның дәл шетінде Мессидің амандығын қадағалап отыратын оққағары бар. Одан қалса Мессидің баратын ресторанын алдын ала тексеріп те шығады екен. Әңгімең бар ма сонымен? Жоқ болса лайк басып, Желаяқты арнасына тіркеліп қой. Өйткені біз бұл кісі туралы тағы да қыруар мағлұмат айтамыз. Біздің демеушіміз ешқашан бәс тікпеді кеңсе. Себебі біз берекелі дүние болған қалаймыз. Әлем чемпионы, Чемпиондар лигасының жеңімпазы, 7 алтын доп иегері Лионель Месси Интер Майамиға өткенін білеміз. Бұл трансфер жайлы келесі видеода өте көп қызықтармен бөлісетін боламыз. Әдетте айтылып жатқан айлығы, тұратын жері, келісім шарттар емес, сіз білмейтін одан да қызықтар жеткілікті. Сол қызықтардың бірі ол осы Ясин Чоуко есімді Мессидің жеке оққағары. Мессидің қасына бөтен адамды мүлде жолатпайды. Тіпті қолыңды созып сүрке сүйін десең де сырғытып жібере береді. Ол жарайды енді, физикалық дененің тиюі ғой. Ал жоғарыдан келген жейделерше, оларға да жол жоқ. Бәлкім көзбен Мессиге ұзақ қарасаң көзіңді шұқып алар. Сол үшін үндемей шапалақта отыра бергенің абзал. Күйеу бала не істейді дегенде, Америка Құрама Штаттарының әскери теңіз күштерінің бұрынғы спецназы, Ауған мен Иракқа барып келген ардагер, таеквондо мен бокс спорттарын жақсы меңгерген спортшы, тіпті ММА жекпе-жектеріне де шығып бақ сынап көрген жауынгер Хабибтің танысы деп жауап бер дереді егер сол трендке қатысып жатсам. Жалпы 34 жасар американдықтың артындағы жүгі осындай. Одан қалса қазір Мессидің жеке оққағары. Ясиннің қол астында Мессиге және оның отбасына қауіпсіздік жасап беретін 50 адам бар. Ал өзі сол 50 адамға жетекшілік етеді. Бұл мәліметтерді ойдан алып жатқан жоқпын. Аргентиналық La Nación баспасы осылай деуде. Ал оған сілтеме жасап Mirror, New York Post, Daily Mail және одан басқа 1040 осылар секілді үлкен баспаларда шығарып жатыр. Бірақ бір қызығы кеше ғана Daily Mail тағы да жазба шығарып, оның спецназ болып көрмегендігін айтты. Себебі жазбада бұрынғы спецназ болған адамдар Ясинді танымайтындығын айтқан екен. Бұл жазбаға сенесіздер ме, сенбейсіздер ме білмеймін. Бірақ бүкіл әлем я деген кезде бір ғана баспа кеше я деп бүгін сол сөзін жоққа шығарып отыр. Аяқтан тарту хайп па әлде шындық па? Белгісіз. Алайда төбелесе алатындығына көз жеткізбесек те көрініп тұр. Өзінің Instagram парақшасындағы видеоларда физикалық күші 2-3 адамды құлата алам деп тұр. Ал Instagramдағы адам саны күннен күнге артып, атақты адамдардікіндей өсіп жатыр. Кезінде қанша болған білмеймін, бірақ еселеніп өсіп кетті деген кезінде көргенімде 116 мың болатын. Санаулы күн ішінде 190 мың болыпты. Оқырмандардың ішінде Серхио Рамос та бар екен. Ал айлығы ше? Айлығы жылына $3 миллион. Футболшылар секілді өзі жақсы айлық алып қояды екен. Әрине, себебі бұл оққағарды клуб президенті Дэвид Бекхэм мен басшылықтың бірінде отқан Хорхе Мас арнайы таңдап алған. Біз бұл нәрсеге арнайы дайындалдық. Әлбетте, Мессидің қауіпсіздігін клуб алаң ішінде де, сыртында да қамтамасыз ету керек, дейді миллиардер Хорхе Мас. Маған мына нәрсе қызық болып тұр. Қай уақыттан бері оққағарларға алаңның шетінде жүруге рұқсат берген? Осы уақытқа дейін байқамадым ба, әлде бұл ерекше жағдай ма? Неде болса оққағары мықты екен. Адамдардан бөлек төбеден келе жатқан жейдеден құтқарған соң мойындадым. Сосын Мессимен суретке түсем деп алаңға шығып кететін жанкүйерлер де өте көп екенін көрдім. Басқа ойыншыларға жүгіртпей жатқан жоқ қой. Тек Мессиге ғана. Келесі бөлімде дәл осы Мессидің ақш-қа барғандағы қызықтармен бөлісеміз. Сіздер өмірге Желаяқты арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Қолдау білдіріп тіркеле кетіңіздер. Амандықта жолыққанша сау саламат.